Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Көптен видео салмай жоғалып кеткеніме ренжімеңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді және де тез дайын болатын керемет бір салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Керекті ингредиенттерді әдеттегідей видеоның астына қалдыратын боламын. Бұл салатты әсіресе үйге аяқ асты қонақ келіп қалғанда бір кез келген магазиннен табылатын қарапайым ғана ингредиенттерден жасалатын өте тез дайын болатын салат деуге болады. Ал бастайық. Ең алдымен барлық көкөністерімізді алдын ала жуып, құрғатып аламыз және де біртіндеп турап бастаймыз. Салат жапырағынан бастайық. Салат жапырағын қатты ұсақтап тураудың қажеті жоқ. Ірі-ірі қылып тураймыз. Одан кейін помидорды тураймыз. Помидорды да тоже солай қатты ұсақтамай, ірілеу қылып тураймыз. Бізге 2 помидор керек болады. Егер помидорыңыз ұсақ болса, 3 помидор алуыңызға болады. Бір қарағанда қарапайым салат қой, қандай ерекшелігі бар деп ойлауыңыз мүмкін. Бұл салаттың ерекшелігі бұған қызыл жуа мен болгар перецінің қосылуында деп ойлаймын. Себебі қызыл жуаның салатқа бір ерекше дәм беретіні айтпай-ақ өзіңіз де білетін шығарсыз. Міне осылай біртіндеп барлық көкөністерді қатты үлкендікте емес, бір орташа үлкендікте турап шығамыз. Осы орайда пайдаланып, бос сөйлемей, қызыл жуаның пайдасымен бөліскім келіп отыр. Қызыл жуаның басқа жуадан ерекшелігін айтып өткім келіп отыр. Қызыл жуаның құрамында ақ жуа, сары жуаға қарағанда антиоксиданттар 2 есе көп екен. Және де сахарный диабет, яғни қант диабетінің алдын алуда өте таптырмас пайдалы бір көкөніс деп айтып жатады. Және де бұның құрамында В витаминдері көп, және де табетті ашатын аскорбин қышқылы да бар екен бұл жуаның құрамында. Міне сондықтан да салатты пайдалы деп айта аламын. Пайдалы салат деп ең соңында майонез қосып жүрген түсінбей жатқан шығарсыздар. Майонездің орнына негізі оливковое масло немесе қарапайым сұйық май қосуларыңызға болады. Мен не үшін майонез қостым? Себебі біздің үйдегілер май қосылған салатқа қарағанда майонез қосылған салатты көбірек жақсы көреді. Міне достар, осымен салатымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай көз тартарлықтай әдемі және де пайдалы салат. Одан қалды тез дайын болатын күшті салаттың рецепті. Егер менің рецептім сізге ұнаған болса, міндетті түрде видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Егер де үйде дайындап жатсаңыздар, осы рецептпен комментарийда міндетті түрде бөлісіңіздер. Видеоны соңына дейін ерінбей қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.